Бүгін Сыр өңіріне еліміздің денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов жұмыс сапарымен келді. Министр алдымен облыс активімен кездесіп, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі туралы кеңінен түсіндірді. Сондай-ақ алқалы жиында мемлекет пен жекеменшік әріптестік аясында меморандумға қол қойылды. Елімізде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін жүзеге асыру мерзімі 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін шегерілгені белгілі. Бірақ бекітілген жоспар бойынша сақтандыру қорына алғашқы жарна пұлдар алдағы шілде айынан бастап құйылады. Яғни мемлекеттік және жекеменшік мекемелер әр жұмысшының жалақысынан 1% көлемінде жарна төлеуге міндеттеледі. Ал өзін-өзін жұмыспен қамтып отырған жеке кәсіпкерлер ең төменгі айлықтық есептік көрсеткішінен 5%-ын қорға аударуы тиіс. Осыған сәйкес қазіргі күнде біздің ең үлкен мәселе осы жүйесінің негізгі мақсаттарын және принциптерін халыққа жеткізу, дұрыс түсіндіру, ақпараттандыру мәселелері шешуіміз керек. Осыған сәйкес әр облыстарда арнайы штабтар құрылған. Өткен жылдан бастап осы Қызылорда облыстың жиналысының негізгі мақсаты сол. Қазіргі күнде қандай күрделі шаралар қабылдануымыз керек, елге, халыққа осы сақтандыру жүйесінің принциптерін жеткізу. 2018 жылдан бастап міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына жұмысшылар да жарна төлейтін болады. Сақтандыру жүйесі 3 санатқа бөлінген. Соның ішінде зейнеткерлер, кәмелет жасқа толмағандар мен жедел жәрдем секілді 15 медициналық қызмет түрі мемлекет тарапынан тегін көрсетіле бермек. Мемлекет тарапынан сақтандыратын азаматтар, оларға да 15 категория кіреді. Пенсионерлер, балалар 18 жасқа дейін, жоғарғы білім беру және ортанша білім беру студенттер, балаларды бағып отырған аналар, әскери адамдар, жалпы 15 категориялар бар. Оларға медициналық сақтандыру төлеуін мемлекет төлейді. Сонымен ол да өте маңызды мәселе. Қазір сол бүкіл азаматтарға айтып жатырмыз, тікелей емханаларға барып, осы қай категорияға кіреді, соны белгіленіп алу керек. Сондай-ақ міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры қатаң мемлекет бақылауында болады. Қорға түскен жарна пұлдар ұлттық банкте сақталып, жылдық есебі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланбақ. Денсаулық сақтау саласындағы тағы бір өзекті мәселе дәрі-дәрмек бағасын тұрақтандыру. Мәселен, бүгінде елімізде ресми түрде антибиотиктің 7800 түрі тіркелген екен. Бірі арзан, бірі қымбат. Бірақ екеуі де емге шипа. Бар гәп пайда жағын көбірек ойлаған жеке дәріханаларда болып тұр, дейді министр. Көп жағдайда халық білмейді, келеді, менің басым ауырып жатыр, қандай дәрі-дәрмек, анау аптекадағы істейтін азаматтар оның ең қымбат дәрі-дәрмек беріп отыр. Оның біріншіден ол дәрігер емес, сондай дәрі-дәрмекті неге беру үшін. Екіншіден ол енді жекеменшік дәріханада істегеннен кейін әрине біріншіден ең қымбат дәріні ұсынады. Осы мәселені шешуіміз керек. Жылдың аяғына дейін арнайы нормативтік құқық актар қабылдаймыз, енді бұл тапсырманы шешеміз деп сенеміз. Жиын барысында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен Санамет жауапкершілігі шектеулі серіктестік арасында ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Енді қаладағы ескірген нөмірі 2-ші емхана Исатай Тайманов көшесіндегі ауысымына 400 келушіге арналған жаңа ғимаратқа көшірілмек. Алдағы уақытта мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында өңірде әлде бірнеше медициналық жобалар жүзеге асырылмақ. Жиынды қорытындылаған облыс әкімі Қырымбек Көшербаев жалпыға ортақ міндетті әлеуметтік медициналық жүйеден бірден-бір қызылордалық тыс қалмайтынын жеткізді. Әлбек Жақанов, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.